Жастайынан жесір қалдың ғой. Еркек исін сағынған боларсың, деді ол. Жай ғана, бірақ даусы жүрегімді тіліп өтті. Бұны айтуға кімнің хақысы бар еді? Бірақ ол Ерлан, марқұм күйеуімнің әпкесінің күйеуі. Мен үшін жезде. Алайда соңғы жылдары екеуміздің арамызда үнсіз бір түсіністік, көзқарастағы үнсіздік пайда болған еді. Ол бұл сөзді жай айтқан жоқ. Көзіне қарадым. Кінә да, мейір де жоқ. Тек ішкі әлдебір арпалыс тұнып тұрғандай. Мен үнсіз қалдым. Не ашулану, не жылау, не күлу ешқайсысы болмады. Себебі ішімде бұл ой баяғыдан бері жай ғана ұйықтап жатқан еді. Ол оятты, жауап бермедім. Жүрегімде әлдебір тыйым салынған есік сықырлап ашылып бара жатты. Сен де жалғыз, мен де жалғыз. Ерлан сол сөзді айтқаннан кейін бір сәт тыныштық орнады. Ас үйдегі іші қоңыр салқын, терезеден түскен бозамық сәуле екеумізді көлеңкемізді қабырғаға түсіріп тұр. Мен сені ренжіткім келмеді, деді ол бір сәттен соң. Бірақ сен де жалғызсың, мен де жалғызбын. Бұл жолы жүрегім дүрсілдеп соға бастады. Қанша жылдан бері үнсіз келген күй бүгін сөзге айналды. Ерлан, бұл сөзді айтуға хақың бар ма өзі, дедім. Даусым дірілдегенмен көзім тік. Бар, өйткені сенің көзіңді де мені көрдім. Сен маған бұрылып қарағанда әйел емес, жан дүниесі тыншымаған бір адам тұрды. Түн, үй, тыныш, балаларым ұйықтап жатқан. Бірақ мен жүрегімде бір аласапыранмен отыра алмадым. Терезеге қарадым, сыртта жаңбыр құйып тұр. Телефоным дәретті. Ерлан, жауын астында келе жатырмын, сені көргім келеді, деді. Жүрегім атжал толады. Келме деп жазғым келді, бірақ саусақтарым қимылдамады. Іштей әлсіздік пе, әлде сол жылы сөзге зәрулігім бе, айыра алмадым. Бір сағаттан кейін есік тықылдады. Ашпасам да есіктің ар жағында оның тұрғанын сездім. Ақыры есікті аштым. Ерлан кірді. Көйлегі сол, шашы маңдайына жабысып тұр. Көзінде от емес күйік бар. Жауыннан емес, сенен паналасам деп едім, деді ол ақырын. Мен үнсіз тұрдым. Тек жүрегім ғана қаш деп соғып тұр. Бірақ денем қозғалмады. Ол бір қадам жақындады. Бір түн, ештеңе өзгермесін, ешкімге де ештеңе айтпаймыз, тек тірі адамдай тыныстап көрейікші бір сәтке, деді даусы дірілдеп. Мен басымды шайқадым, бірақ көзім жасқа толды. Бұл жоқтықтың, жалғыздықтың, жаныма сіңіп кеткен тас қуыстың салдары еді. Жылылықты аңсап кеткен едім. Ол маған жақын келіп, қолымды ұстамақ болды. Бірақ мен шегіндім. Тоқта, бұл сезім бізді құлатады, ертең ұятқа қаламыз, дедім дірілдеп. Ұяттан бұрын жүрек өліп қалмай ма, деді ол. Ерлан жақындап жанымнан өтіп бара жатқан иісін сездім. Еркектің иісі, ұзақ жылдардан бері бойымнан өшіп кеткен, ұмыт бола бастаған сол иіс жанымды шымырлатты. Көзіміз түйісті. Сол сәтте бәрі үнсіз қалды. Уақыт, ой, күнә. Тоқта, дедім тағда, бірақ даусыз, сенімсіз шықты. Мен тек жан жылуын сағындым, деді. Ол да. Сол сөз маған балтадай тиді. Жоқ, бұл әлсіздік емес, бұл жалғыздықтың сіңіп кеткен сәті еді. Мен сағынғанмын, бірақ соны мойындау қорқынышты. Ол маған еңкейіп маңдайымды сүйді. Бір сәтке бүкіл жаным босап кеткендей болды. Бірақ мен шегіндім. Жоқ, Ерлан, біз бұлай өмір сүре алмаймыз. Кешір, дедім. Даусымда діріл болса да, жанымда шекара бар еді. Сенде ерлік бар, деді ол. Менде әлсіздік басым екен. Сол түні бәрі тым үнсіз еді. Жаңбыр тоқтаған, терезе алдында тек тымырт. Екеуміз де ештеңе айтпадық, бірақ ішімізде айқайлап тұрған бір нәрсе болды. Бұл дұрыс емес, дедім ақырын. Таң атып келе жатты. Ерлан үнсіз киінді. Есікке дейін барып, артына бұрылып қарады. Көзінде не өкініш, не қимастық айыру қиын. Жылулықты аңсаған қос жүрек тыйым мен тілек
арасында қалып қойды. Сол сәтте уақыт тоқтағандай еді. Ешкім ештеңе демеді. Қол тигенде үміт те, үрей де бірге дір етті. Бұл болмағандай болсын, деді. Мен басымды изедім, бірақ жүрегім үнсіз жылап тұрған еді. Есіктің жабылған дыбысы маған тым ауыр естілді. Босағадан ұзап кете алмай тізе бүктім. Бір апта өтті, бірақ ішімде бір ғасыр өткенде күй кештім. Ерлан сол түннен кейін келмеді. Телефонда үнсіз, мен де үнсізбін. Көрші келіншек үйге кіріп, соңғы кезде Ерлан көп көрінетін болыпты сен жақта, деп астарсыз жымиып қойды. Сол сәтте жүрегім шым етті. Ауыздан шықпаған сыр көз қарасқа айналып кеткен екен. Көшеде келе жатсам, кейбірі артыма қарап сыбырласқандай болады. Түнде жалғыз қалғанда сол түн санамда қайталанып тұрады. Ерланның көзі, үнсіздігі, сосын есік жабылғандағы үн. Бірақ сол сәтте өзімнен жеркендім бе, әлде сағыныма айыра алмадым. Күн шыққанда Ерлан күтпеген жерден есігімнің алдында пайда болды. Оның көзінде өткеннің ауырлығы мен сөзсіз өкініші көрініп тұрды. Мен келдім, деді ол. Барлығы қиындап кетті. Сен де, мен де. Енді бұрынғыдай емеспіз. Мен ішімдегі дүрбелеңді ішімде ұстап тұра алмадым. Бізге бұл өмірде бәрін қайта бастау керек шығар, дедім мен. Иә, деді Ерлан. Бірақ әрқайсымыз өз жолымызды табуымыз керек. Бұл ең дұрысы. Біз ұзақ отырып, ақыры көзге жас алдық. Бір-бірімізге соңғы рет қарап, әркім өз өмірінің жолына бет алдық. Сол күннен бастап ешкімнің аузынан біздің аты жөніміз айтылмады. Біз өз таңдауымызды жасадық, және ол таңдау екеуміз үшін де ең ауыр, бірақ ең әділ шешім болды. Ерланмен өткеннің көлеңкесін артта қалдыру қиын болса да, мен оны кешіре білдім. Өткен өткенде қалды. Жастай жесір қалу ауыр сынақ, алайда сол сынақтан өтіп өзіңді жоғалтпау нағыз ерлік екен. Жылулыққа зәру болған адам алдымен өзін жылыта білу керек. Өз-өзіңе адал болу ең маңыздысы. Мен жаңа өмірге сенемін. Алдағы күндер тек жақсылық әкелсін деп тілеймін. Құрметті оқырмандарым, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.